Осы тасбетте игрушки. Иә, игрушка емес, қазақша ойыншықтар болады, иә? Ойыншықтар. Біз бүгін осы ойыншықтарды аралап жүріп, қазақша үйреніп болады. Кеттік. Арсений, ал сен бұлардың не екенін білесің бе? Динозавры. Иә, жануарлар. Иә, Жануарлар. животные қазақша жануарлар болады. Иә, жануарлар. Мысалы, бұл арыстан. Иә, лев қазақша арыстан болады. Арыстан. Ал мынау болса, қолтырауын. Иә, орысша крокодил ғой, қазақша қолтырауын болады. Айтшы, қолтырауын. Қолтырауын. Ал бұл болса, мүйіз тұмсық. Иә, мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсық. Иә, носорог қазақша мүйіз тұмсық болады. Ал мынау, бұл піл. Иә, піл. Слон, иә, орысша слон ғой. Слон қазақша піл болады. Қазақша піл. Слон, піл. Ал бұл су сиыр, бегемот. Қазақша су сиыр. Су сиыр. Ал бұл өрмекші. Иә, өрмекші. Паук. Иә, паук. Паук қазақша өрмекші болады. Ал мыналардың барлығы иә, жануарлар. Жануарлар. Ал мынаның қазақша атауын білесің бе? Змея. Иә, змея, бірақ қазақша жылан болды. Жылан. Иә, жылан. Змея, жылан. Ал мынаушы? Жук. Қазақша қоңыз. Қоңыз. Таракан, қоңыз. Ал мынаушы? Рыба, иә? Орысша рыба. Ал бұл қазақша балық. Иә, балық. Ал енді мына жердегі мен саған үйреткендерді қайталап жүрші. Мынау қазақша қандай? Дәуіт. Басынан айтыла. Ал мынау? Қоңыз. Мынаушы? Балық. Иә, балық. Дұрыс.